Әр жасуша сыртқы ортадан плазмалық мембрана арқылы оқшауланады. Сыртқы мембрана май тектес заттардың екі қабатты молекулалардан липидтерден тұрады. Сонымен қоса олар кіріктірме нәруыздардан тұрады. Кейде нәруызды молекулалар липидті қабатты тесіпте өтеді. Мембрана арқылы цитоплазма және қоршаған орта арасында зат алмасу процесі жүреді. Кальций, калий, натрий иондардың транспортталуы нәруыздың канал арқылы жүзеге асады. Үлкен молекулаларды жасушаға арнайы тасымалдаушы нәруыздар өткізеді. Бірақ та жасушаға түгелдей барлық молекулалар кірмейді. Жартылай өткізгіштік мембрананың ең маңызды қасиеті болып есептелінеді. Мембрана фагоцитоз процесіне қатысады. Бізге таныс амебаны мысал ретінде келтіруге болады. Иілгіш мембранамен қоршалған цитоплазма өсіндісі өнімнің қатты бөлшектерін ұстап тұрады. Фагоцитозды вакуоль қалыптасады. Оның ішінде осы бөлшектер ферменттердің көмегімен қорытылады. Ұлпаларда жасушалар бір-бірімен мембраналар көмегімен бірігеді. Осындай жасушалар қатынастары таңғаларлық. Жасушаның беті әркелкі болады, тегіс, толқынды, әртүрлі өсінділермен, талшықтармен болады.